Ал міне әмәнту биллахидегі үшінші шарт кітапқа сену, яғни Құранға сену бойынша төс жоруға келдік. Білмейтіндер үшін айта кетейін, исламда иман шарты бар. Бұл арабша әмәнту биллахи, яғни иман келтіру деп аталады. Пенде Құдайға құл болу үшін мына нәрселерге сенуі шарт. Аллаға, періштеге, пайғамбарларға, кітаптарға, ақыретке және өлген соң қайта тірілуге иман келтіруі шарт. Енді осы нәрселер түске кірсе қалай жорылады, ретімен айтып келеміз. Түсіңе Алла кірсе жорылуын айттық, періште, пайғамбарды айттық. Ендігі мәселеде кітаптар бабында түсінде Құранды көрсең қалай жорылады айтатын боламыз. Құран түске екі халде кіреді. Біріншісі кітап Құран, екіншісі санадағы жатталған Құран. Кітап Құранды түсіңде көрген адам қуана берсін. Оның арманы Алланың қалауымен орындалады деген сөз. Яғни Алланың мейірімі саған түсіп, өзінің аса қамқорлығымен саған бір жақсылық береді тағдырыңда деген сөз. Бұл жақсылық материалдық па, рухани ма, оны енді маған жорытқанда анықтайтын боламыз. Ал және бұндай түсте ескере кететін жайт, Құранды бетін ашып ұстап отырсың ба, жоқ әлде қапталған күйінде үйдің бір бұрышында тұрма, біреу берді ме, Құраннан басқа түсіңде не бар, бәрі қаралады, назарға алынады. Нәтижесінде Алланың саған беретініне дайынсың ба, жоқ па, қабыл аласың ба әлде байқамай қаласың ба, соған қарай жорылады. Ал енді санадағы жаттаған Құранды түсіңде айтса, басқаша жорылады. Мысалы, Фатиханы немесе аят аль-Курсиді жатқа айтып жүрсең, оның жорылуы сол сүреге амал ету болады. Амал ету деген не? Бұл Фатиха сүресі не үшін түсірілді? Қай кезеңде түсті, мағынасы не, тарихы қалай деген сияқты ақпараттарды іздену. Сосын қырағатын, яғни Фатиха сүресінің әрпін созуын дұрыс айтып жүрміз бе, жоқ па деген амал ету болып саналады. Және түсіңде жаттаған Құранды айту бұл Аллаға жалын, Алладан жәрдем сұра, мұқтаждығыңды Алладан сұра деген мағына береді. Кім осындай түсті көрген болса, осы видеоны соңына дейін көрдім деп комментарий қалдыратын болса, тегін жорылады.